Ассалаумағалейкум. Мен ішкі аурулар пропедевтика кафедрасының ассистенті Қанапиятов Бақыт Есілханұлы. Бүгінгі тақырып темір тапшылықты анемия. Темір жетіспеушілік анемия темір тапшылығымен және гемоглобин деңгейінің төмендеуімен сипатталатын клиникалық гематологиялық синдром. Классификациясына тоқталатын болсақ, оның 3 дәрежесі бар. Жеңіл. Ол гемоглобиннің 90-нан 120-ға дейінгі алғашқы деңгейі, орташа 70-89 арасы, ауыр 70-тен төмен. Этиологиясына тоқталатын болсақ, бірнеше себептері бар. Темірге қажеттіліктің артуы. Жасөспірім кезінде тезірек өсуге байланысты темірге қажеттіліктің артуы болады. Және етек кірі келгенде, жүктілік кезінде нәрестеге қан қажет. Және де қан донорлығы. Темірдің алиментарлық жеткіліксіз түсуі, яғни әлеуметтік осал топтардағы жеткіліксіз тамақтану, немесе қызыл еттен және де бауыр және тағы басқа темірге бай тамақтардан отказ беру, тамақтардан темірге бай тамақтарды жемеу, яғни мысалы вегетариандық. Темір абсорбциясының бұзылуы, яғни гастроэктомия, дона дәлін шунттау, целиакия, шектің қабынуы, атрофиялық гастрит, яғни бізде шек арқылы темір сіңіріледі. Осы аурулар нәтижесінде шектің сіңірілу көлемі азаяды. Соған байланысты бізде темірдің сіңірілу мүмкіншілігі төмендейді. Гельминттік инвазия кезінде гельминттер өзінің тіршілігі үшін қажет темірді өздеріне сіңіріп алады. Созылмалы қан кетулер. Асқазан шек жолдарынан болуы мүмкін, яғни ойық жарасы асқазанның немесе 12 шектің жыныс жолдарынан қан кету, несеп шығару жолдарынан қан кетулер болуы мүмкін. Яғни бұнда қан кету себептері әртүрлі болуы мүмкін. Яғни бүйректегі тас болса да, несеп шығару жолдарындағы тас болса да, қан кету болады, соның нәтижесінде болуы мүмкін. Дәрілік препараттармен байланысты. Глюкокортикостероидтар, салицилаттар, стероидті емес қабынуға қарсы препараттар, протондық помпа ингибиторлар. Бұның барлығы осы дәрілердің жанама әсерлері. Яғни протондық помпа ингибиторлары асқазанның бетін қорғаныштық қабатпен қаптау нәтижесінде бізде сіңірілу аумағы төмендейді. Келесі ол тұқым қуалайтын себептер. Яғни гендік мутация нәтижесінде болуы мүмкін. Яғни темірдің сіңірілуі немесе зат алмасуының белгілі бір ферменттердің бұзылысы нәтижесінде темір сіңірілмеуі мүмкін. Соның нәтижесінде болуы мүмкін. Клиникасына тоқталатын болсақ, ол негізгі 2 синдромнан тұрады. Біріншісі жалпы анемиялық синдром. Жалпы анемиялық синдромда мында негізгі рөл атқаратыны ол бізде гемоглобиннің төмендеуі, яғни темірдің төмендеуі нәтижесінде гемоглобин төмендейді. Гемоглобин ол өз кезегінде эритроциттің құрамындағы бір зат, яғни ол бізде эритроциттің негізгі қызметі оттегіні жеткізу. Яғни гемоглобин соған болысады, өзіне оттегіні жапсыруға. Яғни оның мөлшері аз болған нәтижесінде бізде тіндік гипоксия болады. Оны тіндік гипоксия болған нәтижесінде бізде АТФ-тің синтезделуі төмендейді, яғни энергия азаяды. Соның нәтижесінде бізде еңбекке қабілеттіліктің төмендеуі, жалпы әлсіздік, тез шаршау, бас айналу, бас ауруы болады. Соны ары қарай біздің организміміз компенсаторлы механизм ретінде тахикардия қосады. Яғни бізде сапалы эритроциттердің мөлшері аз болғандықтан бізге оттегіні организмге қажет. Оның мөлшерін қалпына келтіру үшін, яғни эритроциттің ішіндегі гемоглобин саны аз болғандықтан, ондеше санымен жауу керек. Яғни саның тезірек жылдамдықты арттыру арқылы
соны қалпына келтіруге тырысады. Енді оны жылдамдық артқан сайын бізде ентігу болады, яғни бізде тіндік гипоксия болып жатыр, оттегі жетіспей жатыр организмге. Оның барлығы компенсаторлы механизм нәтижесінде. Ары қарай бізде осы эритроцитке түс беретін гемоглобин, яғни эритроцит деп аталуының өзі бізде қызыл жасуша деген біледі. Яғни осы қызыл жасушалықты гемоглобиннің қаншалықты қаныққанын көрсетеді. Яғни гемоглобиннің мөлшері эритроцитте жоғары болса, яғни ол қызылтым болады. Ал егер аз болса, ол бозарады, яғни түссізденеді. Соның нәтижесінде бізде қан тамырлар қайда бар, соның барлық жерде міне тері мен шырышты қабаттардың бозаруы көрінеді. Келесі, бізде сидеропениялық синдром, яғни ол нақты темір жетіспеушілігіне байланысты клиникалық симптомдар. Жәнегі анемиялық синдром, ол темір басқандай анемиялық синдромдардың клиникасына қатысты. Ал тек қана темір жетіспеушілік анемияда болатын көріністер ол келесідей. Мұнда темір тек қана гемоглобин құрамында емес, ол сонымен қатар бірқатар ферменттердің цитохром оксидаза, пероксидаза, каталаза және тағы басқа ферменттердің құрамында бар. Яғни осы ферменттердің белсенділігі төмендейді. Бағанағыдай АТФ төмендейді дедім, яғни энергия төмендейді. Соның нәтижесінде ауыз қуысының шырышты қабаттардың атрофиясы гласит хейлит болады. Яғни мұнда негізгі мағына эпителий тіндерінің пролиферациясы мен регенерациясы төмендейді. Соның нәтижесінде бізде ең тез ауыспалы эпителий осы ауыз қуысында, ерінде, тілде екенін білеміз. Соның нәтижесінде осындай өзгерістер болады. Ауыз қуысының шырышты қабатының атрофиясына, гласитына хейлитқа алып келеді. Яғни бізде тілдің бетіндегі емізіктердің тегістелуі болады. Яғни эпителий бізде дұрыс болмағандықтан, соның регенерациясы, пролиферациясы дұрыс болмағандықтан бізде осындай жағдайлар көрініс береді. Ары қарай бізде дәм сезу рецепторлары осы эпителийде орналасқан. Қайтадан барлығы тығыз байланысты. Яғни осы эпителийлердің дұрыс болмауынан бізде дәм сезудің бұзылуы болады. Және де иіс сезудің өзгеруі де болады. Онда да бізде мұрында да эпителий орналасқан, яғни иіс сезу рецепторлары эпителийде орналасқан. Ал эпителий деген не? Ол көбінесе бізде терінің құрамында, негізгі құрамы ол. Оған бізде терінің құрғақтығы, шаштың түсуі, тырнақтың сынғыштығы жатады. Колинихия. Колинихия дегеніміз тырнақтың қасық тәрізді ойық болып, ол неге болады? Яғни ол кератин бізде синтезінің бұзылысына алып келеді. Ары қарай айтатын болсақ, міне бұл суреттерде нақты көрілген, яғни колинихия, терінің құрғауы, содан кейін барып хейлитті көріп тұрмыз, тілдің беткі гласитін көретіміз, және шаштың сынғыштығын көре аламыз бұл жерде. Келесі, зертханалық көрсеткіштер. Біз зертханада жалпы қан анализін аламыз. Жалпы қан анализін алғанда қазіргі кезде біз микроскоппен қарайтын әдіс бар, және де лабораториялық аппараттармен тексеретін әдіс бар. Яғни біз егер микроскоппен қарағанда эритроциттердің морфологиялық өзгерісін анықтай аламыз. Яғни микроцитоз көре аламыз. Яғни эритроциттердің мөлшерінің кішіреюі. Анизоцитоз, яғни анизоцитоз, изо деген тұрақты орташа деген сөз. Яғни олардың өлшемдерінің, эритроциттердің өлшемдерінің тұрақсыз болуы. Пойкилоцитоз, эритроциттердің пішіндерінің өзгерісі. Яғни осының барлығы бірге болады. Содан кейін анулоциттер, плантоциттер болады. Анулоциттер деген ол бізде эритроциттердің сақина тәрізді ортасы айқын ашық болуы. Ол гемоглобиннің мөлшерінің төмендігінен болады. Және де плантоциттер
ол бізде жұқа, жалпақ эритроциттер және осы гемоглобин мөлшерінің төмен болуынан. Ал егер біз зертханалық аппарат арқылы қарасақ, бұл көрсеткіштерді біз міне MCV, MCH, MCHC арқылы анықтай аламыз. Яғни MCV деген бір эритроциттің орташа көлемі, яғни мында төмендеген болады бұл ауруда. MCH ол бізде бір эритроциттің гемоглобинмен қанығуы. Ал MCHC ол бізде концентрациясы, қанығу концентрациясы. Осы мөлшерге қарап біз анықтай аламыз. Яғни оған референтті көрсеткіш бізде түстік көрсеткіш екеу мағынасы бір. Яғни 0,86-тан 1,05-ке дейін болу керек. Мұнда 0,86-тан төмен болады. Яғни гемоглобиннің мөлшері төмен болады, гипохромия. Яғни эритроциттің қызыл түсі төмендеу болады. Соның гемоглобин мөлшері ол әйелдерде 120-дан төмен болмау керек, ерлерде 130-дан. Бірақ бұл ауруда төмендейді. Яғни біз міне микроскоп арқылы қараған кезде міне қалыпты эритроциттер жоғарыда көрсетілген. Ал темір жетіспеушілік анемия кезінде міне анизоцитоз, поикилоцитоз, микроцитоз барлық көріністерін көре аламыз. Яғни эритроциттер жоғарыда қандай қанық пішіндер сақталған барлығы біркелкі екенін көре аламыз. Ал астыда екі суреттерде әртүрлі екендігін көре аламыз. Келесі. Ретикулоциттар саны өзгермеген болып келеді көбінесе. Сарысудағы темір төмендеген. Яғни ол бізде деподан алынады. Қанның темірді байланыстырушы жалпы қабілеті жоғарылайды. Яғни организмге түскен темірді гемоглобинге дәл сол сәтте байланыстырғысы келеді. Сарысудың темірді байланыстырушы жасырын қабілеті жоғарылайды. Трансфериннің темірмен қанығу коэффициенті төмендеген. Яғни трансфериннің сатурациясы деп те атауға болады. Және де ферритин деңгейі төмендеген болады. Мұнда трансферин аты айтып тұр. Транс, яғни темірді тасымалдайтын белок. Яғни сол белоктың төмендеуін көре аламыз бұл ауру кезінде. Инструменталдық зерттеулер. Инструменталдық зерттеулердің арасында ол бізде тек қана көрсеткіштер бойынша тағайындалады. Мысалы, фиброгастродуоденоскопия. Ол өнеш, асқазан және 12 елшектің эрозиялық жаралы зақымдануларын анықтау үшін жасалады. Фиброколоноскопия. Тоқ ішектің полиптерін, ісіктерін немесе дивертикулдарды анықтау. Ректоромоноскопия. Тік ішектің патологияларын, геморрой, проктит, ісік тексеру үшін. Асқазан ішек жолдарының рентгенографиясы. Асқазан ішек жолдарының мүшелерінің функционалдық және анатомиялық бұзылыстарын бағалау. Бағанаға айтылып кеткен себептерді осы инструменталдық зерттеулер арқылы біз анықтауға тырысамыз. Кеуде қуысы рентгені, өкпеде патологиялық процестер мен созылмалы ауруларды анықтау үшін. Құрсақ қуысы мен кіші жамбастың ультрадыбыстық зерттеуі. Ішкі мүшелердің бауыр, көк бауыр, жатыр жағдайын және ісіктердің бар жоғын анықтау. Яғни ісік өзіне темірді көп қажет етеді. Ол бүкіл пайдалы керекті қоректік заттарды қаннан өзіне сіңіріп алады. Соның ішінде темірді де. Яғни бүкіл себептердің ішінен біз темір жетіспеушілік анемияны пациенттен анықтасақ, оның себебін анықтауымыз керек. Себебін жою арқылы біз пациентті емдей аламыз. Назарларыңызға рахмет.